Қайырлы күн, құрметті көрермендер және қатысушылар. Сіздермен әдеттегідей арнайы кітапханада әлеуметтік бейімдеуде өмірде шектеу жоқ атты мүмкіндігі шектеулі дарынды жастармен подкаст жобасы жұмысын жалғастырады. Есімім Бибігүл Әукенқызы. Бүгінгі өмір ғой атты бағдарламамыздың құрметті қонағы, әнші, бірлік тобының белсенді мүшесі, спорт шеберінің кандидаты, біздің тұрақты оқырманымыз Дастахин Хамит Қайратұлы. Дастахин Хамит Қайратұлы, қош келдіңіз. Қош келдік. Сізді кітапханада көргенімізге, бүгінгі күні танысқанымызға өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің подкастымызды «Махаббат жоқ деме» деген әнімен ашуды дұрыс көрдік. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам, жанымда ойлар жанады, ізіңе қашан жолығам. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам, жанымда ойлар жанады, ізіңе қашан жолығам. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім шоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Дастахин Хамит Қайратұлы, сіз өзіңіздің өміріңіз туралы, өзіңіздің отбасыңыз туралы бізге айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма көрермендер. Мен өзім негізі Ақмола облысы Еңбекшілер ауданы Жаңаауыл деген ауылда туылғам. Әке-шешем 5 ағайындымыз. Үйдің ортанғысымын. Сол осы жаққа көшіп келгенімізге бір 10 жылдай болып қалды. Қарағанды облысы Абай қаласында тұрып жатырмыз қазіргі таңда. Денсаулығыңыз қай кезден бастап сыр бере бастады, сол туралы айтып өтсеңіз. Денсаулығым 13 жасымнан басталды. 13 жасымнан
бірінші жылы басталды. Сол жағайған ақсай бастадым. Сосын диагнозды тапқанша біраз жүріп қалдық. Соң ақыры Омскийда снимокқа түсіріп опухоль мозга тапты. Содан Алматыда бірінші операциям істеді, 7-ші қалқаман больницасында. Бірақ ол жақтан жақсы болып келдім, жүріп-жүрдім. Содан кейін 3 жылдан кейін қайта болғанда сол опухоль өсіп қайра. Сосын 2009 жылы операция жасаған Астана қаласында. Содан кейін осы арбада отырып қалдым. Қиын сәттерде сізге кім көмектесті? Қиын сәттерде әке-шешем, бауырларым, достарым бәрі көмектесті. Кіммен тұрып жатсыз қазіргі сәтте? Ата-анаңызбен әлде? Қазіргі таңда бауырыммен, келін бар, кішкентай бар. Солармен бірге тұрып жатырмыз. Жақсы, балалық шағыңыз туралы, есте қалған сәттер туралы, қызық сәттер болады ғой өмірде, сол туралы айтып өтсеңіз. Балалық шақ. Негізі мен атам жылқышы болған, өзім жылқы малын жақсы көремін. Бала кезімізде жылқы үйрететінбіз. Сосын өзімде бір тай болған, сол тайдың үстінде жатып, әндетіп келе жатсам, біреуге артынан келіп қамшымен атты ұрады ғой. Жаңағы тай шауып кетеді, сол құлап жаздап әйтеуір өйтіп мініп алып орнына артыма қарасам, ана жігіт қашып барады. Сол қызық сәт есімде қалып қойды. Бірақ құлаған жоқпын. Аттың үстінде жатып өзім солай аттың үстінде жатып берген айтатын. Тайым үйге өзі барады, мен аттың үстінде жүргенде сөйтетін. Сондай қызықтар болды. Ата-анаңыз сізді қалай еркелетеді? Хамид деп айта ма, жоқ басқаша есіммен атай ма? Еркелетеді дегенде, сол бітей кезімізде Хамиток солай еркелетеді. Хамуля да еркелетеді. Жалпы папаңыздың баласы ба, әлде мамаңыздың баласы? Енді әрине, жігіт баласын өзіміз папамыздың баласы болып өстік. Папаңызға жақын болып өстіңіз, өте жақсы. Сіз бірлік тобының мүшесімін деп айтып өттіңіз. Жалпы бұл топты кім басқарады? Бұл топтың мақсаты не? Немен айналысасыздар, сол туралы айтып өтсеңіз. Бірлік тобы 2018-ден 2019 жылға қараған жылдар ашылды. Біздің Абай ауданына Қарлығаш Өтешевке көшіп келді. Сол кісі ұйымдастырып, бәріміз сол келісіп бірлік деп ат қойдық, сол бірлік группаға. Сосын сол бірлік тобымызбен бүкіл Қазақстанды шаруладық. Астанада болдық, Алматыда болдық, Жезқазғанда болдық, Қарқаралы, бүкіл Қарағанды облысының бүкіл нелерінде болдық, райондарында болып шықтық. Және де осы жылы Алла сәтін салып, біз Турция қаласына барып келдік. Турция қаласына не көрдіңіз? Турция әдемі ме екен? Біздің қалалардан ерекше ғой, енді сол туралы кішкене айтып өтсеңіз. Өзіміз бірінші рет шетелге шыққасын өзімізге қатты қызық болды. Турцияның адамдарын көріп, дәстүрлерін, нелерін бәрін қызық болды. Неге лодкаға мініп, ондай пиратскийлар бар ғой, сондай сияқтыларға мініп, 1-2 сағаттай жүзіп келдік, күшті жақсы. Турцияда бірінші орынға ие болдым дедіңіз. Турцияда біз 4 адам бардық, 4-імізде жүлдеге ілеттік. Гран-при бірінші орын, дуэттен тағы бірінші орын алдық біз, Айымгүл қуанған екенбіз. Қандай сезімде болдыңыз Турцияға барғанда? Жақсы сезімде болдық, күшті сезімде болдық. Турцияға бірінші рет барғандыкіма. Әдемі. Әдемі, жерорта теңізін көріп, сол қызық болып келдік. Жақсы әсерде болып келдіңіздер, дұрыс. Енді шығармашылыққа деген қандай қызығушылықтарыңыз бар? Кітапқа деген қандай? Хамид, сіз Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жақсы көремін деп айттыңыз. Сол Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінің біреуін айтып бере аласыз ба? Айтып берейін. Сүйеді екем сенімен, артық көріп көктемнің лебімен. Сен туралы жырлайды екем құс біткен махаббаттың алау ұшып көгінен. Желіні ғана сенің аяқ басқаның, ұқсамайды жүрісіне басқаның. Сенің жайлап үн шығармай күлгенің, ұқсамайды күлкісіне басқаның. Сенің көзің қарада емес, көкте емес, ол бір ғажап жарқыраған отты елес.
Сенсіз жерде жыр туындап кеудемде, сенсіз жерде қызыл гүлде көктемес. Мен ұққан бұл өмірдің дастан әні, бәрі сенен, бәрі махаббаттан басталады. Кітапты сол өзім поэзия оққан жақсы көрем. Мұқағалидың өлеңдері бәрі жақсы. Кітап оқисыз ба? Кітап бұрын оқығам, осы травма алғаннан кейін үйде жатқан кезде біраз кітап оқығам. Ең жақсы көретін кітабыңыз бар ма? Есімде жоқ қазір. Қазір оқымайсыз да? Қазір оқып жүрген жоқ, қазір уақыт жоқ, қазір тренировкаға барамын. Тренировкадан келгесін репетицияға барамын, соны күнім өткерем. Иә, естіп жатырмыз, сіз спортпен шұғылданасыз, біз оны жақсы білеміз. Енді өмірге деген осы құлшынысыңыздың арқасында, ұмтылысыңыздың арқасында жетістіктеріңіз бар болса, сол спортпен айналысып жүргенде марапаттарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Иә, сол осыдан 6 жыл бұрын біздің көзі көрмейтін Картбеков Серік деген кісіміз болды, советник аким. Сол үйге келіп маған айтады, шығып кеттік неге, спортқа бардық. Мен ол кезде айтам, мен қалай қолым жарамайды, қалай ойнаймын, жоқ, шығып кеттік, бір тренер келді, сол көрсетемін, қазір таныстырамын деп мені үйден ашады. Ол кісінің өзі көзі көрмесе де мені сүйреп жүреді. Екеуміз бірін-бірімізді апарып неге сөйтіп жүретінбіз ол кісімен. Жақсы адам болды ол кісі. Сол кісі алып барып, мені тренерге алып барды. Біздің қазіргі Абайдың тренеріміз өзіміздің Қасенов Ермек Карымтаевич деген. Сол тренердің арқасында осындай дәрежеге жеттім. Қолымды байлап берді, ракеткаға байлап, солай үйретті. Вообще ойнамайды, өмірі ойнап көрмеген осындай наставник емес. Қазір Құдайға шүкір, кандидат мастера спорта болдым. 2 жыл Қазақстан чемпионатында 2-ші орын алдым. Жақсы ғой, жақсы, спортпен айналысқан жақсы, денсаулыққа пайдалы. Иә, сол спортпен айналысқаныңызға қуанасыз. Солай ма, Хамит? Иә. Ал Хамит Қайратұлы, алға қойған мақсаттарыңыз бар ма? Алға қойған мақсаттарым сол, Олимпиадаға баруға біздің мақсатымыз, Паралимпиадаға алдымызға қойған мақсатымыз сол. Жалпы біз бағдарламаның соңына келіп қалдық. Хамит Қайратұлы, рахмет сізге, алтын уақытыңызды бөліп, біздің бүгінгі бағдарламамызға уақытыңызды бөлген үшін сізге басты зор денсаулық тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз. Осылай алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Табыстар тілейміз сіздерге. Еңбегіңіздің арқасында осылай бізді кітапханаға келіп, қуанта беріңіз, кітапханаға келіп тұрыңыз. Құрметті тыңдаушылар, біздің Өмір ғой атты подкастымыздың кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздердің назарларыңызға тәтті мауаны. Алан боп жаным жүредім, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп, армандарыма үмітте баяғы, таусылуға да таяды. Бақыттан көдер үзіп жүргенде, таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені. Сезбей күніңде босарып тонып жүрдім мен. Сағыну деген күйді де мүлде ұмытқанымда, жеңіліп санамнан, жай таба алмай ғаламнан. Бәрінен көдер үзіп жүргенде, таптым ау сені.
seni жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім таптым-ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім таптым-ау сені сіздерге көп рахмет осындай өмір ғой атты подкастқа шақырғандарыңызға. Сіздерге табыс тілеймін жұмыстарыңызға және де осы библиотекаға табыс тілеймін. Көп рахмет шақырып тұрыңыздар. Жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім таптым-ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлде жаралы жан едім таптым-ау сені